Менің каналыма қош келдіңіздер. Мына серый пальтоны сіздердің назарыңызға ұсынып отырмын. Қызым бұл пальтоны 3 жылдай киді, сонан кейін кимеймін деп маған тастап кетті. Мен бұл пальтоны киіп көрдім, маған өте қатты ұнады. Матасы качественный, түсі де әдемі. Бұл пальтоны мен киіп көрдім да, қалай переделка жасауға болады деп ойладым. Сөйтіп алдындағы кнопкаларын салып көрдім. Үстіңгі жағы өте қатты маған ұнады, ал астыңғы жағы салынбады. Переделка жасаймын деп шештім. Переделка жасау үшін бұған ұқсайтын үйден мына джинсыйды тауып алдым. Бұл менің ескі джинсыйым. Мына телефоннан онша көрінбесе де, бірақ түсі мына пальтоға өте қатты келіп тұр. Осы пальтоға осы джинсыйды жалғаймын деп шештім. Ол үшін пальтомның екі шетін сөгетін болдым. Өйткені жалғауды пальтоның екі шетіне ғана жалғаймын деп шештім. Спинка жағынан жалғауға болмайды, өйткені пальтоның фасоны өзгеріп кетеді. Сондықтан екі жанынан сөгемін. Распаривательдің көмегімен пальтоның низін астарынан бөлек сөктім. Пальтоның низі тез сөгілді. Ендігі кезек пальтоның боковойын сөгіп алу. Распаривательдің көмегімен мұны да тез сөгіп алдым. Пальтоның өзінің боковойын және де астарының боковойын да сөктім. Сөгілген затым мынандай болды. Енді бұл сөгілген шовтардың бәрін үтікпен әдемілеп үтіктеп аламын. Пальтоға бірінші примерка жасадым. Киіп көрдім, қай жерге дейін сөккенімді көру үшін. Жеңнің астына қатты кокеткаға апармай осылай сөккенім дұрыс болды. Енді осы сөгілген жерге жалғау жалғаймын. Пальтоның шетіне жалғайтын джинсымды сөгіп алдым. Сөккен джинсымның мынау алдыңғы бөлігі, ал мынау артқы бөлігі. Әдемілеп үтіктеп алдым. Пальтоны столдың үстіне әдемілеп жайғастырып, боковой жағын әдемілеп белгілеп, соған жалғайтын джинсымды жатқызып, тігетін жерлерін белгілеп алдым. Осы белгіленген сызық бойынша деталімді қиып алдым. Бұл екі дайын детальді пальтоның алдыңғы бөлігіне тігіп алдым. Тігілген шовымды үтікпен үтіктеп алдым. Ендігі кезек бұл детальді пальтоның артқы бөлігіне қыстырып, әдемілеп дайындап, бұған да шов беру. Пальтоға екінші примерка жасадым. Мына екі жағын, тігілген жағын көру үшін мінекей бұлай тігілді. Бірақ бұл тігістер маған ұнамады, өйткені свисать етіп тұр. Джинсым жұқа болғандықтан, пальтоның матасы қалың болғандықтан деп ойлаймын. Бұл жалғау маған ұнамады. Олай болса пальтоның өзінің белдігі бар болатын, сол белдікті жалғап көрейін дедім. Белдікті ұзына бойы сөктім, жалғанған жерінде сөктім. Белдіктен екі деталь шықты. Бұл екі детальді әдемілеп үтіктедім. Тігетін боковой жағына қойып көрдім белдікті. Низі мынандай болды. Низіне жалғау жалғаймын джинсыдан. Алдыңғы екі жағына да тіктім боковойын, үтікпен үтіктедім. Келесі жұмыс артқы бөлігіне тігу боковойын. Міне осы тігістің бойымен. Үшінші примерка мынандай болды. Бұл жолы кішкене де болса жөнге келген сияқты. Тігілген шовтарымды үтікпен үтіктеп алдым. Астарына боковойын жалғау үшін мынандай мата тауып алдым. Бұл астарында тура алдындағы сияқты белгілеп тігіп алдым. Міне дайындап осылай. Машинкаға тігілген жерлерін әрине үтіктедім. Ендігі кезек пальтоны сыртына аударып, әдемілеп жатқызып, тігістерінің бәрін тексеру. Соңғы этаптарға да келіп қалдық. Енді пальтоның өзінің низі қалай бүгіліп жатыр, сол бүгілген бойы пальтоның низін обработать етемін. Көктеп алдым. Енді подкладын низін түзулеп алғаннан кейін подкладын низіне тігу. Ол үшін подкладтың артқы спинкасын сөгуге болады, ал мен бірақ жеңіндегі подкладын сөгейім деп шештім. Міне мына жерде шов бар, бұл шовты сөгіп тастап, осы шов арқылы астарын тігуге болады низінің.
Через рукава арқылы низді тігу методты өзім таңдадым. Артқы подклады таза тұрсын деп шештім. Кейбіреулер спинкадағы шов арқылы низін тігеді, ал мен осылай тігуді ұйғардым. Сіздерге түсініксіздеу болса кешірім сұраймын. Осылай тігуге де болады ғой деп көрсетіп жатқаным ғой. Мінекей пальтомның низі шықты. Енді подклады мен пальтоның низін ұштарын біріктіріп, белгілеп алып, сөйтіп машинкаға тіксе болады. Машинкаға тігілді, қолмен закрепка бердім. Енді аударамын. Сыртына аударған кезде аккуратына аудардым. Ұштарын шығарған кезде де әдемлеп ұшын шығарып алдым бірінші. Міне бұлай. Екінші жағында дәл солай ұшын келтіріп шығарып алдым. Пальтоның низі әдемі тігілді, жақсы жатыр. Подкладына аударып та көрдім. Рукавадағы шовты машинкаға тігіп алдым. Менің пальтом дайын. Бүгін мен бұл пальтоны жұмысқа киіп бардым. Мінекей мынандай болды. Өте жақсы, өзіме ұнайды. Сіздерге бұл әдісім ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Переделка деген өте жақсы нәрсе. Сау болыңыздар, менің құрметті оқырмандарым. Көріскенше күн жақсы.